Қайырлы күн әріптестер. Бүгін біз сіздермен қашықтан оқытудағы тиімді әдіс-тәсілдер туралы ой бөліспекпіз. Мен сіздерге өзімнің пайдаланып жүрген әдіс-тәсілдерімнен, өз тәжірибемнен біраз мәліметтер келтірмекшімін. Жалпы қашықтан оқу, былайша айтқанда заман талабы деп бұрын айтатын болсақ, қазір өзіміз практика жүзінде көп мәселелермен бетпе-бет келгендіктен ол туралы көп ақпараттарды түсініп жатырмыз, және барынша жағдайдан шығуға бар күш-жігерлерімізді салып жатқандарыңызға мен сенемін. Жалпы қашықтан оқу дегеніміз не? Қашықтан оқыту деп компьютерлік және телекоммуникациялық технологияларға негізделген оқытудың құралдары мен түрлері, білім беруде қызмет көрсетудің маркетинг көзқарастарын кеңінен қолданатын ғылыми технологиялық революцияның жоғары технологиялық өнімі екен. Жалпы оқу жылының басында біз тест тапсырған кезде оның екі түрі болатынын білдік. Ол синхронды оқыту және асинхронды оқыту. Қазіргі жағдайда біз көбіне осы екі оқытудың түрін аралас қолданып келеміз. Синхронды оқыту дегеніміз не? Синхронды оқыту деп виртуалды сыныпқа ұқсас бір уақытта оқумен айналысатын оқушылар тобын қамтиды. Яғни 100-100. Дәл уақытысында жүзеге асырылады, онлайн жүзеге асырылады. Оқытудың бұл түрінде оқушы мен оқытушы бір уақытта бір жерде болады. Ол үшін топтық сөйлесулер, веб-семинарлар, бейнеконференциялар сияқты мультимедиалық компоненттер қолданылады. Бұған біз Zoom-да өткен сабақтарды, Google Meet-те өткен сабақтарды жатқызсақ болады екен. Ал асинхронды оқыту дегеніміз қажетті онлайн ресурстармен өздігінен оқуға негізделген оқушыға бағытталған оқытуды қамтиды. Бұл жағдайда электронды почта, электронды курстар, онлайн форумдар, аудио, бейне жазбалар сияқты технологиялар қолданылады. Енді қазіргі уақытта жасырын емес, көбіміз WhatsApp чаттарды пайдаланамыз. Ол жерге біз өзіміз ақпараттарды жүктейміз және оқушы интернет желісіне қолжетімді болған жағдайда кіріп тапсырмаларды орындап, біз оларға сәйкесінше кері байланыстарды беріп жатырмыз, немесе көбіміз онлайн мектеп сияқты білім платформаларын пайдаланады екенбіз. Енді қашықтан оқытуда көбінесе қандай әдіс-тәсілдер тиімді деген мәселеге тоқталайық. Жалпы менің ойымша қашықтан білім беру жағдайында кейс стади әдісі өте тиімді. Әсіресе бұл асинхронды форматта жүргізетін болсаңыз, онда кейс стади әдісін ұсынар едім. Жалпы кейс стади әдісі дегеніміз қандай әдіс? Түсіндірме бере кетейік. Кейс стади бұл таңдау жасау мен шешім қабылдау дағдыларын қалыптастыратын тиімді әдіс. Ол нақты жағдайларды практикалық тұрғыдан талдау мен оларды өмірде кезігетін түрінде қайталауға негізделеді. Жалпы ол мынандай кезеңдерден тұрады. Бірінші ол жағдаятпен танысу және оның ерекшелігін жан-жақты сипаттау. Екінші кезең ол мәселені анықтау, әсер ететін факторлар мен объектілер. Үшінші кезең ойдудан ұйымдастыру үшін тұжырымдаманы, ойларды ұсыну. Төртінші кезең шешім қабылдау алдындағы талдау жұмысы. Бесінші кезең кейстің шешімі, бірнеше нұсқадағы шешімдерге байланысты туындайтын мәселелерін ескеруді атау. Жалпы кейс стади әдісі бастауыш сынып оқушыларынан жоғары сынып оқушыларына дейін пайдалана берсек болады. Ал енді оны біз жалпы өзіміздің ыңғайымызға қарай ауқымын тар етіп алсақ та болады, кең етіп алсақ та болады. Негізі мәселен бұл әдіс топтық жұмыстарға жақсы. Мысалы, сіз бір жағдаятты ұсынасыз, оның ерекшелігін жан-жақты сипаттайсыз, топтарға тапсырма бересіз. Одан кейін топтар сіздерге сәйкесінше өздерінің жауап нұсқаларын, былайша айтқанда шешімдерін ұсынатын болады. Сол арқылы оларды ары қарай тапсырмалар орындату арқылы жетелеп отырасыз. Енді бастауыш сыныпта қалай пайдалансақ болады? Мәселен, дүниетану сабағын алайық. Сіз кейсті ұсынасыз. Мәселен, кейсіңіз былай келу мүмкін. Бұл дүниесіз тіршілікті елестету мүмкін емес. Ол жер шарының 3/4 бөлігін алады, кешіріңіздер. Тірі ағзалардың 60-70%, ал өсімдіктердің 90%-ында бар. Енді сіз осы кейске сәйкес мынадай тапсырмалар ұсынасыз. Мәтінде не туралы айтылған? Яғни бала шешімін іздейді. Оның неге ол шешімге келгендігі туралы себебін түсіндірсе де болады. Ол туралы қандай басқа ақпараттар білесің. Үшінші, осыған сәйкес мақалдар айта аласың ба?
Төртінші, оның мәнін ашатындай ребус құрастырып көр. Яғни сіз мысалы белгілі бір тақырыпты балалар су дегеніңіз андай, су дегеніңіз мындай, су ол пәлен жерде болады, су деген түлен жерде болады деп айтқаннан көрі, оны осылай кейс әдісімен ұсынсаңыз, онда сіз әрі тақырыпты болжауға мүмкіндік бересіз, әрі шешімін өздері табуға мүмкіндік бересіз, әрі өздері тапсырма құрастырып үйренуге мұрсат бересіз. Сонда бала өзі іздене отырып, өзі жұмыс жасауға дағдыланады. Сондықтан кейс стади әдісін әр тақырып өткен кезде осылай тұжырымдап, түрлі тапсырмалар беру арқылы баланың есінде, жадында ұзақ сақтауға, оны өз бетінше үйренуге көп мүмкіндік алады екен. Келесі бір әдіс, бұл білгеніңмен бөліс әдісі, көбінесе біз ББ әдісі деп атаймыз. Оған түсіндірме беретін болсақ, оқушылар алған материалдарын достарына, ұстаздарына, ата-аналарына бөліседі. Яғни сіз бір мысалы жаңағы су тақырыбын алайық, судың маңызы туралы өз бауырың әңгімелеп бер. Мысалы сіз оның дәлелдемесі ретінде жаңағы WhatsApp чатындағы жазбасын көрсетіп айтсаңыз болады, немесе дауыстық хабарлама жаз десеңіздер де болады. Ол бүгінгі алған ақпаратыңды ата-анаңа немесе отбасыңда дастархан басында әңгімелеп бер десеңіз, бала сол тапсырманы орындауға тырысады. Келесі бір әдіс, бұл сұхбаттасу әдісі. Жалпы сұхбаттасу деген барлығымызға таныс сөз. Жалпы түсіндірмесіне келетін болсақ, оқушылар түсінген материалдары бойынша сұхбат жүргізеді. Сұхбат жүргізу барысында ол сұрақтар дайындайды. Сұхбаттасушының кім екендігін өзі таңдайды. Сұхбат барысын видеоға, аудиожазба етіп таспаласа болады. Бұл сұрақтарды құрастыру барысында, мәселен, су тақырыбына келейік қайта. Осы тақырыпта ол бірнеше сұрақтар құрастырып алу мүмкін. Және де сол сұрақтарды өзінің сыныптасына қою мүмкін. Сөйтіп, сол тақырыпта екеуі әңгіме айту мүмкін. Бұл жерде әрі жұптық жұмыс жүреді, әрі бала ой бөліседі. Енді бізде қазір жұптық, топтық жұмыстарды ұйымдастыру мақсатында бұны сіз мысалы бір-екі жұпқа берсеңіз болады. Ал кейс стади әдісін топтық жұмыс есебінде берсеңіз болады. Тұсаукесер әдісі, жалпы түсіндірмесіне келетін болсақ, оқушылар өтілген материалдар бойынша түрлі ақпараттар жинақтап, слайд, видео, презентация жасайды. Бұл менің үнемі қолданатын әдістерімнің бірі. Бұны оқушылар өте аса қызығушылықпен орындайды. Енді бастауыш сыныптарының 4-ші, 3-ші сыныптары өз бетінше орындай алады, ал 1-ші, 2-ші сыныптар үшін мысалы қиындық тудыруы мүмкін, себебі әлі де ондайды меңгермеген оқушылар өте көп. Ал енді балалар байқасаңыздар, қазір түрлі жаңағы қысқа видеолар түсіргенді, монтаждағанды, фотошоп жасағанды өте жақсы көреді. Сондықтан оны да сабақ барысында тиімді пайдалануға болады. Мәселен, презентация жаса, осы тақырыпта слайд жаса дейтін болсаңыз, олар аса қызығушылықпен орындайды және көптеген материалдар жинайды. Оны өздері дауыстық хабарлама арқылы дыбыстап, берілген тақырып бойынша тұсаукесер жасаса болады. Оқушы өзі жасаған дүниеден көп нәрсе есінде жақсы сақталатынын ескеруіміз керек. Жалпы қашықтан оқытуда, яғни қашықтан білім беруде мына қағидаларды жадыларыңызға сақтаңыздар деп кішкене жинақтадық. Сондықтан солармен таныстырып өтейін. Жалпы қашықтан білім беру жағдайында 40 минуттық сабақ тек сіз сабақ өтуге арналған уақыт емес. Ол былайша айтқанда екі жақтама болу керек. Ол жерде оқушы да айтып мүмкіндігінше үлгеру керек, оқушыға да тапсырма орындауға уақыт қалу керек. Материал туралы ақпаратты ала отырып, оқу мақсатына сай тапсырманы осы уақыт ішінде орындаса тіпті жақсы болар еді. Екіншіден, тапсырма көлемі шамадан тыс көп болмау керек. Ол оқушы үшін анық әрі түсінікті болу қажет. Көбіміз оқушы неғұрлым тапсырма көбірек орындаған сайын оқу материалы есте сақталады деген қате түсінікте жүреміз. Шындығына келген кезде ол оқушының қызығушылығын жойып жіберу мүмкін, немесе оның
көп тапсырманы көргендіктен балада былайша айтқанда енжарлық сезімін оятуы мүмкін. Ал енді сіз тапсырманы қызықты етіп бөлшектеп немесе басқа әдістер арқылы бөліп беретін болсаңыз, немесе мейлінше оның ауқымын қысқартатын болсаңыз, онда балада тезірек орындап тастауға тырысады деген ойдамыз. Жалпы қазіргі уақытта бұл ата-ананың көмектесуі өте актуалды болып тұр, себебі біз қазір оқушыға өзіміз көмек қолын соза алмағандықтан олар үйдегі ата-анадан сұрауға мәжбүр. Сондықтан ата-ана қол ұшын созып көмектесіп жатса, оған қуаныңыз. Тіпті кейбір ата-аналардың тапсырманы да орындап беретінін білеміз. Бұл жерде бала ең болмағанда көшіріп жазу арқылы бір дүниені үйреніп жатыр деген сөз. Және сіздің жұмысыңыздың ауыртпалығын ата-ана былайша айтқанда терең түсінуде. Тағы да бір кеңесіміз, тым қатты қаталдық танытпаңыз. Оқушыға қашықтан білім алу оңай емес, оның зейіні қазіргі уақытта тұрақты емес. Түрлі теледидар, жанындағы отырған басқа да отбасы мүшелері, тіпті ұялы телефондар мен гаджеттердегі әртүрлі жарнамалар оқушының зейінін жан-жақты шашыратады. Сол үшін оны қаталдық емес, кішкене мейірімділікпен өзіңізге баурай біліңіз. Ол сіздің сеніміңізден шығуға, сіздің бір айтқаныңызды орындауға тырысатын болса, ол сізге неғұрлым жақын болса, онда ол да тапсырманы орындауға, оқу материалын меңгертуге кішкене ынталы болады. Жалпы берілетін ақпараттар нақты және түсінікті болуы қажет. Бір тапсырманы түсіндірем деп көп сөзділікке бой алдырмаңыз. Өзіңіз айтар дүниеңізді, жазатыныңызды алдын ала ойластырып, уақытқа келтіріп, нақты айтып үйреніңіз. Және соған сәйкес сіздің де оқушылар сол форматқа ыңғайланатын болады. Егер сіз көп сөзділікке бой алдырып, былайша айтқанда бір нәрсені 10 рет қайталайтын болсаңыз, онда оқушылар да сіздің сол форматыңызбен дағдыланып, көп сұрақтар, артық сөздер айта беретін болады. Және де оқушыны мақтап, мадақтап, ойландырып отырыңыз. Қазіргі сәнге айналған мақтау, өтініш, сынайды әдісін қолданыңыз. Ең бірінші кезекте оның жетістігін көре біліңіз. Екі ауыз сөз жазса да, немесе тапсырманы орындап жіберсе де, мейлінше оны қолдауға тырысыңыз. Себебі қазіргі уақытта оқушыға да, ұстазға да қазіргі жағдай қашықтан білім беру оңай тиіп жатқан жоқ. Сондықтан оны қолпаштап, көтермелеп отырыңыз. Жеткен жетістіктерін айтыңыз. Одан кейін өтіне отырып, өзіңізге жаңағы оқу мақсатына сәйкес сыныңызды дұрыс айта біліңіз. Жалпы құрметті мұғалімдер, құрметті әріптестер, сіздердің осы жағдайлардан сәтті шығатындарыңызға біз үлкен сенім білдіреміз. Мұғалім қашанда қоғамның ең биік беделді тұлғасы. Сондықтан істеріңізге сәттілік, сау болыңыздар.